Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа өте дәмді болып шығатын шиеден мохито компотын бірге әзірлейік. Ол үшін бізге жақсылап жуылып кептірілген шие қажет болады. Банкаларымызды ас содасымен бір қабат жуып, булап аламыз. Компотымызға ащы дәм бермес үшін лимонымызды ыстық суда 10 минуттай ұстаймыз. Буланған банкаларымызға жақсылап жуылып кептірілген шиелерімізді 3-тен 1 бөлігінде етіп саламыз. Яғни банкаларымыздың жарты бөлігінен төмен болады. Шіріген жарамсыз шиелерді алып тастауға тырысыңыздар. Ыстық суда 10 минут тұрғаннан кейін лимондарымызды жіңішке етіп турап аламыз. Екі дана лимонымыз 7 банкаға толықтай жетті. Лимонымызды жіңішкелеп турап алғаннан кейін міндетті түрде арасындағы дәндерін алып тастаңыздар. Бұл да компотымызға ащы дәм береді. Лимондарымызды банкамызға 2 данадан салып шығамыз. Балалардан қалған аз ғана алманы осы мохито компотына қосуды жөн көрдім. Егер де сіздерде алма болмаса, қоспасаңыздар да болады. Екі дана жалбыздан әр банкіге салып шығамыз. Екі литр банкамызға 250 грамм қант қосамыз. Егер сіздер тәтті қылып ішкенді қаласаңыздар, онда 300 грамм қоссаңыздар болады. Егер тым тәттіні қаламасаңыздар, 200 грамм қант та жетеді. Қайнап тұрған ыстық суымызды банкамызды толтырып, бетімен бет қылып құйып шығасыздар. Соңында 5 минутқа қайнап тұрған суға крышкаларымызды салып аламыз. Енді осы компоттарымызды ыстық күйінде банка жапқыш құрылғымен, яғни закруткамен жауып шығамыз.
Банкаларымыз толық жабылғаннан кейін қантымыз жақсылап еру үшін банкамызды бірнеше рет әрлі-берлі қозғауға кеңес беремін. Достар, егер де осы видеом сіздерге ұнаған болса, еңбегімді бағалай кетулеріңізді сұраймын. Ол үшін алдымен осы видеома лайк басып, төменде комментарий бөлімінде пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Әр пікірге міндетті түрде жауап беремін. Және әлеуметтік желіде Instagram, Facebook және тағы басқа желілерде достарыңызбен бөлісе кетулеріңізді сұраймын. Дайын болған мохито компотымызды бөлме температурасында толықтай суығанша осылай орап қоямыз. Осымен біздің шиеден жасалған мохито компотымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Нұржамал.